Қой неден жаралды? Шөптен жаралды. Алла тағала 18 мың ғаламды жаратты. Одан кейін тіршілік ету үшін жаны жануарды жер жүзіне таратты. Осыдан бастап күн жерді алтын арайға бөліп таң атыпты. Кешке жақын қызарып барып күн батыпты. Барлық мақұлық күндізгі митың тірліктен шаршап келіп ұйқыға шым батыпты. Ұлы Алланың жаратқан жандыларының ішіндегі зәрлісі шаян екен. Өзі айыр құйрық аяр екен. Адамдар мен жануарларды шағып күн бермепті. Күллі мақұлық оның мейірі мен достығын бір көрмепті. Айналадағы жандарға жәбір жапасы көп түйіпті. Адамның бәрін шағып өлтіремін деп кек түйіпті. Оның да себебі бар еді. Шаян мен қарақұрт әбілет пен тәбілеттің түкірігінен жаралған соң жер бетінен уын жайып тіршілікті жоймақ болды. Адам ата бала шағасын күзетіп, түні бойы қарақұрт шаянмен алысып шығады екен. Бір күні шыдай алмай жаратқаннан жәрдем сұрады. Уа Тәңірім, мына шаяндардың әлегінен құтқара көр деп жалбарынды. Тәңірі тағала шөпті сипа деді. Адам ата шөпті бісмілда деп сипап еді, Алланың құдіретімен маңырап қой пайда бола кетті. Құдай тағала момын малға ерекше қасиетті артыпты. Ол қарақұрт пен шаянды қуалап жүріп жейді екен. Олардың уыты қозылардың уызына айналды. Қой жарықты қарақұртты жеген сайын семіре берді. Содан бастап қарақұрт пен шаян қойдың иісі бар жерге жоламайтын болыпты. Қойдың берекелі болатыны шөптен жаралған қасиетінен екен деседі.